вакайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Русия февкуляды вазиетлер назерлігі Қырымның су басқан районларында вазиетні мониторинг етмек üçün пилотсыз учакларны қолланып башладылар. Ялта векерічте мутихассызлар көчлі яғмурлар яған территорияларда аэросъемка кечерелер. Бөле техника желп етілігі манзараны доғры көстермеге ве зарарның көлемі не қадар олғанына аңламаға ярдым ете. Ишіміздің нәтижесі бұл ерлі ой сөзлеріні идаре ету органларына ең сады тедбірлер кечірілуі бойынша тевсиелер берілуідір. Бұл иаліні тахлие етілуі, каналлар теренлештірілуі, дамбалар құрылуы ола біле. Қырым мебуслары язлық тәтілге кетелер 4-ші сессия топлашуы бұл мевсімні екінледі. Күн мевзусында 40 суал ең мұйымлерден бірі бұл девлет программаларына амелге кечірілівідір. Девлет шурасының спикері Владимир Константинов ең мұйым мевзуларны көтерді. Бұл пандемия әлінің иммунизациясы ве әлбетті Қырымның курорт шерлерінде су басуы олды. Мен шуны қайд етмеге істер едім ки, Қырымның бұтын командасы бұл яңы сынавны кереклі кебі қаршылады. Әршей керічте башланды. Бірінші даққаларда штаб яратылды. Оның ребері Жүмхуриет елбашчысы олды. Бұйық команда тізілді, вазиет контроль етілі, esas чарелер бақылды. Су қайтты, біз ішімізні девам етеміз. Бұл тедбірлерде шахсен президент қол тұта. 100-300 бенге бойле пара жазасы геже çalışқан кавеханелер ве ресторанларға тайынлене біле. Бұнен бир маскаларына, қолчақларына ве дезинфекция васталарына бір кімселі ағу еткені yok. Хадимлер ашыланмасы бойынша тевсиелер қошылды. Қырым пайтақтындаки яны қайделер ве оларны бозғанлар насыл жазалана білмесі аққында мұхберлеріміз тариф ете. Пайтахтанын мерkezінде қынтавлы хаве-хане. Шымдымында адам чоқ дегіл. Кіріште мұсафірлерні таблочық қаршылай. Бұ языларға енді кес алышты. Маскасыз қызмет көстермеміз. Бір адамдан сон біз масаларны мақсус антибактериал вастанен сүртеміз. Атты егер мұсафірлер олмаса, 2 саат дезинфекция етіле. Вақыт маскаларда çalışамыз. Егер мұсафірлеріміз маскалар тақмасалар, біз оларға буақта рижа етеміз. Өзімізді месафе тұтмаға ве қайделерні бозмамаға тырышамыз. Сонки вақыт бұса, жиди сынавлардан кече пандемия вақытында шартлар чоқ. Шу жүмледен санитар-эпидемиологик оларға мұтлақа диқат айырмалы. Қапалы одаларда аваны зарарсыз еткен тертибатлар қоланмалы. Бұндан да қайры зиманеви савут ювған ве дезинфекция еткен машиналар çalışа, микроб ве вируслар эпсоли. Экспертлерінің фікірінже пандемия деверінде кавеханелер ве ресторанларға келгенлерінің сайысы ондан 30%-ға же экселді. Регионда кенеде коронавирус хасталарының сайысы арта. Оның үшін бұ саада çalışқанларға тезже ашыламадан кечмеге тевсие етілді. Шымды елбашчының емірінде айтылғаны кібі, біз коллективімізге ашы яптармаға тевсие етеміз. Шымды енді ондан 20% бұны кечкенлеріні білем. Қалғанлар бұл меселеге чеші түрлі бақалар. Бірсілер вакцинаға ишанмайлар. Белкі де кереклі дәрежеде хабердар етілмеділер. Башқалары енді хаста олдым деп түшінелер. Шерде яшағадларының эксереті Роспотребнадзор талапларына эп құлағасмайлар ве маскалар низамы рәйет етілмей. Мен маска тақмайым бұны керекдігіл деп саям, чүнки адамлар эп хасталаналар. Шымды үшінші далға башланды ве тек мечбур еткен вақыт мен маска тақам. Бұның файдасы жоқ деп сая, керчектен де. Белкі ол бір шейіні қорчалайдыр, ярдым етедір. Амма тек бір кімсе бір шей yapmағаны себебінден. Мына бойле кавеханелер деді маскасы зияречелерге қызмет көстерелер. Ашайтмалар түканларында есе қайделер бозылмай. Маскасыз кірмек мүмкін олса бойле, касса янында максулатны сатын алмақның чарысы жоқ. Бұл қувандыра, ама қатты сынырлану чарелері олмаса, курорт мевсім тоқтатыла біле. Акимиет геже малінде жемат ашап ичкен ерлерінің ішіні сынырламаға қарар алды. Енді геже тамам сат 11-де саба 8-ге зияречелеріні қабул етмек ясақ. Әршейтек чықарылып сатыла біле. Yolbaşçının 63 emri sonki kere dengiştirilgeni sebebindен kavehhanelerde, restoran ve meyhanelerde musafirlerini kabul etmek yasak. Tek çıkarıp satmak mümkün. Şunun için biz böyle teşkiruf geçiremiz. Eğer biz kavehhanege kirip saat 11'den son anda adamlar bululganını görsek, biz yuridik şahısqa protokol tizemiz.
Кайделер бозулғаны үшін бұтын Қырымда авиаханелерінің сайыплеріне 100 бинден 300 бин рублеге жаза тайынлене бөле. Маскасы солған зияречіге есе 1 бинден 30 бинге пара жазасы тайынленмесі мүмкін. Лилия Ислямова, Севиля Меметова, Максим Голубев. Миллет үшін. Бақчысара районы еді шәлі койынды бұрынжы мектептен алдын 100 грамм ерлік мөйсе толу шекілді құрула шымды ішчілер бинанын маден каркасыны япалар, бала бақчасы не вақыт кенжелер үшін өз қапуларына ачыжағына Лилия Ислямова біле. Мен бұрынжы қатны кетірген сон кенеде баллар кірелер, қабул етелер, тегізлейлер, басалар. Мейданда қалабалық ветос яқында 120 ерлік бала бақча құрылып башланды. Ішчелер темеліні азырлайлар. Сокөл қатны бетондан ясаған сон қалыплар ерлештірілежек ве колонналар монтаж етілежек. Ерлі сәкенлер үшін көйде бірінші ве екәне бала бақчасының пейдаулығы бұйық қуанчтыр. Бақча құрып башлағанларыны бегенен бұ көйімізге керек олған шей. Мұна менің балаларым енді осты, мұнда енді тонуларым қатнар. Көйде бұйле тішкілят олғаны пек яқшыня ет құрыжылық башланды. Сейтабла Арисланов еді шәленің сәкені. Өз көйіне ер вақыт файда кетірмеге арзу етейді. Бұлейха ақында хабер алғанда бірден ярдым етмеге істеді. Біздің балаларымызға да еңгіл олыр. Енді шерге қатнамақ керекдегі, чүнки бала бақчасы мектеп янында ерлеше. Келечекте да бір шей құрарлар, деп үміт етеміз. Бала бақча бинасы 3 қатлы олажақ. Ашайт блокі, ятақ одалары, чамашырхане, уюн ве дерс одалары. Лиха эпсі земаневей талапларға уйғын. Диварларның маден конструкциясы тізіле. Техник көтерілжілер ве лифт шахталары үшін арматура бағлана. Біраз ұзақча ерде тіреме диварлар тікленіле. Бала бақчасының азбарында бұйық спортив мейданы ве 5 ойын мейданларны, насос станцияларны, самокат ве аяқ машиналар үшін парковка құрмаға планлаштыралар. Этрафта есе ешіл зона олажақ. Мында кенжелер, орта ве бұйықче балар үшін мейдан олажақ. Мына бұ есе спорт мейданы. Дамартада 15 қорыжы ве махсус техниканың уч нұсқасы чалыша. Қырым акимиеті ве Русия Федерациясын Маариф назерлігі арасында тізілген анлашма черчевесінде бұлейхаға 200 миллиондан зияде рубле айырылды. Ишлерінің майсының сонында башладылар ве келечек елінің март айында бітірмеге планлаштыралар. Аматтыш қызметші объектінің мүдеттен евел тапшырмаға сөз бере. Лилия Ислямова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін, Бақчасарай районы. Қырымда құрыжылық кетті яны футбол тарласы қасаба мерkezінде сквер азбарлар абыданлаштырылуы. Ярымадамыздың меркези қысмында Құрман қасабасы көз өгінде деніші. Мевзуна Шашлакова девам еті. Қалдырым ташлары бұры-бұры артындан тізіле. Құрычылар Құрман қасабасының юрегінде пиаделер зонасыны пазл кебі жиялар. Тек кейфетлі мальземелер. Бөлет таш чешіт юкны ве атта күчлі айзларға даянар. Бойле агрегатыле плитка басыла ве тегізлене. Онлар же квадрат метр артта қалды. Изначально здесь было асфальтобетон. Эвел мұнда асфальт-бетон қапламайды. О енді бір шеге ярамайды. Чатлақлар, чуқурлар топ-толы. Шымды біз оны демонтаж еттік. Плитка төшелді. Бу ерні светодиод фенерлер яраштырачақ. Олар променад зонасында хаотик шекілді ерлешежек. Соны сей Исраат бақчаның абатанлаштырылуына кечежеклер. Тереклер сачылачақ, скемлелер, хамерелер, фенерлер ерлештірілежек. Мен пек бегенем. Қасабаның реберлегенде мене дарым чүнке Исраат бақчасы гүзеллешті, меркез денішті. Кетесін вез зев қаласын. Қасаба денеші яқшы тарафқа әршей гүзел. Теміз же ола сұқақлар ве yollar теміз олда. Бу реконструкцияның екінші басамағы қасабаны онайтлы шер мұйтының шекілленуі атлы программа бойынша ғайырдан тіклейлер. Москва бюджетінден 20 миллионға яқын рубле айырылды. Сквер Комсомольский. Комсомольский сквері бамбаш қалды. Менімже бұл қасабамыздың сәкенлері ве мұсафірлері үшін ең онайтлы ве кефетлі ер олажақ. Бу есе 60 лет октября соқағындаки азбар. Ода абатанлаштырылу программасына кірсетілді. Қасабаның сәкенлері оны онлайн мұнақаша черчевесінде сечтілер. Пара айрыла бойлешей бізде іч бір вақыт олмаған еді. Елена Шрамко бу азбарда 40 елдан зияды яшай. Бөле мұқязды дінішмелеріні илксефер көре. Дороги были ужасные. Yollarının алып пек мүшкіл еді. Чуқур үстінде чуқур. Бұйы гөлчеклер шымда яны yol yapıldı. Пек бегенеміз. Яқын вақытта абатанлаштырылуының екінші басамағына кечежеклер. На первом этапе велись работы. Бірінші басамақта yollar там еретілді. Екінші невбетте бала ве спортив мейданчықлар құрылажақ. Бұндан да ғайры ратлануф үшін зона абатанлаштырылажақ.
Юность стадионына да яны нефес берілді. Чоқ бекленілген реконструкция. Ярым асырлық тарих девамында мында ич олмаған сүйкінет. Мухлислерінің сеслері яңғырамай. Яны тарлада есе шымды генч футболчылар еріне от оручы юре. Бойле футбол тарласы FIFA стандартларына уйғын. Умыми колемі 105-ке 70. Таби қаплама или газон. Якында чапуф елчықлары да пейда олачақ. Начали уже укладывать. Яралануфдан корчалаган ризна каплама ерлештірі башладық. Асфальт япылды ве бордюрлер ерлештірілді. Ярым асыр девамында стадион ичбіркері реставрация көрмеді. Шымды есе мында халқара севиеге лайық мейдан пейда олды. У нас и две команды детские. Бызым екі бала тақымымыз Қырым чемпионатында иштирак ете. Бойле мейдан япылған сон, или бізде да чоқ бала район ве атта жумхури ярышларда иштирак етер. Келечекте бу ерде серчилер трибуналары пейда олачақ, ве стадион юксек севиеде ярықланачақ. Айша Шулакова, Азиз Неметулаев, Милетичун, Курман района. Экі күміш ве бір тұнч көреш бойынша дүния чемпионатындан үш спортчымыз ватанға ғалибе еле қайттылар. Ватандашларымыз миқияслы ярышта мүкефатларының насыл қазанғанлары аққында Лилия Ислямованың левхасы. Да якында мухлислер нефес алмайып, үш Қырым спортчысы көрешкенлеріні сейретейділер. Қазанда көреш бойынша дүния чемпионатында аман-аман 30 мемлекеттен 250 іштіракчы топланды. Күрешчілеріміз өз ұсталығыны көстерділер ве үш кубок, үш ер қазандылар. Қуванч, айрет, хайырлавлар ве тешекүр сөзлері. Көреш бойынша дүния чемпионатының ғалиплеріні бойле қаршылайлар. Бұ яшларымыз Қырым спортыны дүнияча таныталар. Вильнур Велиев ғалиплерден бірі. О 55 кило чекі категориясында чықышта болынды. Эвелден ватанға тек мувафақиетнен қайтачам деп сөз берген 18 яшлы ватандашымыз күміш кубокнен тақдирленді. Қасеветлендім әбет. Мен 5 килоға аздым. Ғалип чыққаныма пек қуванам. Оны идманжыма бағышлайым. Афсуски ойынды рахметлі. Инан Сеферов есейінді тек 100 кило чекі категориясында күміш ғалип дегіл. О чемпионаттан қайтқан көрешчілер командасының инманжысыдыр. Енді 23 елдан берлі көреш оның яшайшында бұ юк ерала. Дойғуларым енді тәжірибеге чевірілді. Көрешкенім енді кечмішті, ама талебелерім үшін қасеветлендім. Күлімге озым чықып, көрешмек еңгілжедір. Эмирали Сейтмамутов есе Тунчнен қайтты. 55 кило чекі категориясында көрешті. Финалға кечмек үшін о ақырусиялы рақыбны енді. Біз тұрыштық, идманжы бізге евелден айтты. Біз 1,5-2 ай азырландық. Мүкефат алдым, әлбет алтын істедім, ама епсі бір тұрыштым. Исрарлы идманлар ве ағыр ярышлар өз нәтижелеріні берді. Туғанларының қол тұтывы да әлбет пек мойым. Мен ер кіші олғаным үшін әлбет көз яшларымы тұтып олдым. Ама бұ дұйғылар, бұ аңлата білмеген бір шейдір. Мен бір ана бабаға бойле евлят бұйтмеге ве кімге бойле бақтылы олмаға тілейім. Енді спортчыларының евде туғанларының біраз ратланмақ үшін вақыт бар. Сон көреш бойынша чемпионат ғалиплері идманларыны девам етмеге, веда юксек мақсатларға ерішмеге ниетленелер. Лилия Ислямова ве Аким Бекиров, Милетичун. 43 мезондан 16 медалист. Истедатлы балалар үшін Қырым гимназиясында чоқ бекленілген аттестатлар дарқатылды. Оқып девамында онлар же фахри ярлықлар ве мүкефатлар топлағанларының планлары ақта бізім левхамызда. Эллер суртылевы маскалар ве ичтима име София. Тек бойле етіп, Февзи Якубов адана Қырым Муандислік педагогика университетіне кірмек мүмкін. Бұйық сүйрен гимназиясын мезунлары ось аттестатларыны алалар. Бұ яшларның келечекке планлары бұйық. Сайды Чалкоз Ақяр Девлет университетіне кірмеге ве четел филологиясы огренмеге ниетлене. Бұ Қырымның ең яқшы ері, ең яқшы мектебі. Чүнки мында біз бір ерде ала білмеген білгілеріні алдық. Бұл мектептің мойымлегі мен үшін бұйық. Февзи Якубов адына КМПУ университетіне кірмеге істегенлерде бар. Университет ве гимназия арасында чоқ елық иш бірлік нәтижелеріні көстере. Керчектен де Қырымда али оқув юртлар чоқ. Балаларының севиесі бұл гимназияда юксек. Бізні есе оларнен достлық ве ейі мұнасибетлер бағлай. Балалар бізім өджіларымызнен таныш ве бірінші мониторинг көстерді кемезунларының бір қысмы бізде оқымаға істей.
Окуп девамында ижади ve интеллектуаль ярышларда иштирак эттелер. Өз илми тетхикый ишлерини корчаладылар. Кырымның Кычык илимлер академиясы огунде робототехника боюнча ярышларнын галиплери олдылар. Оларнын күчү бу оларнын билгилери. Чокусы баллар бу сене бутун Русия ве халкара конкурсларда мукафатлар казандылар. Шу себептен улар тек Кырымдан гайры бутун Русия али окув юртларына кирмеге мүмкүн. Уникаль гимназияда махсус программа боюнча истидатлы балалар тасил алалар. Бу барде мескүр окув муассисаны 43 мезун битирди. 16 яш медаль алачак деп түшүнемиз. Уларнын арасында бири энди өз медалini таздыклады ве 15 мезун да таздыклар деп беклеймиз. Зия Сейтмеметов бу гимназияны 1999 сене битирди. Шымды onun кызы айны бу мектепни битиреве бабасы кызыны кайрыламага келди. Дуйгуларым элбет толуп таша, мен биринчи мезунлардан бири олам. Бу мен үчүн буюк гурур. Тамам менин кызым бу мектептин биринчи торуну олганы себебинден. Тилеклерим эң жакшы, эң самимий. Бу мектептин торунчулары олсун ве оэп гуллесин, инкишаф этсин. Талебелерге яңы имканлар ачыла. Олар өз билгилерини doğru ve семирели шекелде коллана билежеклер. Белки бу яшылардан мешур алимлер, IT технологиялар сасында мутахассислар яда телшинаслар олар. Бу буюк билги yolunun биринчи кычык парчасыдыр. Сусан Рефиева, Даучахалов ve Артур Чалы Милет үчүн. Бүгүнкү bu эпси хабарлар Милет телеканалынан айрылмаңыз, хайырлы акшамлар.